Сәлеметсіңдер ме? 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қыс айлары. Бүгінгі сабақта қыс айлары туралы білесіңдер. Тірек сөздер негізінде сөйлемдер құрастырасыңдар. Сұрақтарға жауап бересіңдер. Осы тақырып бойынша жаңа сөздерді қайталайық. Повторим новые слова. Күн, день, күндіз, днем, түн, ночь, ұзақ, длинный или долгий. Боран соғады, буран метет. Желтоқсан, декабрь. Қаңтар, январь. Ақпан, февраль. Тебеді, катается. Жаңа сөзбен сөйлем құра. Состав предложения с новыми словами. Например, күн, день или солнце переводится. Күн қысқа, день короткий. Күндіз, днем. Күндіз қар жауды, днем идет снег. Түн, ночь. Түн ұзақ, ночь длинная. Түнде, ночью. Түнде адамдар ұйықтайды, ночью люди спят. Шаңғы, лыжи. Шаңғы тебеді, катается на лыжах. Балалар шаңғы тебеді, дети катаются на лыжах. Шана – это сани. Шанамен сырғанайды, катается на санках. Саша шанамен сырғанайды, Саша катается на санках. Мәтінді тыңда. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста күн суық болады, қар жауады, аяз болады, боран соғады. Күндіз балалар қармен ойнайды, шаңғы тебеді. Қыста түн ұзақ, күн қысқа болады. Мәтінді оқы. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. По тексту ответь на вопросы. Жылдың қай мезгілі туралы айтылған? Дұрыс жауабы жылдың қыс мезгілі туралы айтылған. Қыс айларын ата. Дұрыс жауабы желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста не болады? Дұрыс жауабы қыста қар жауады, боран соғады, аяз болады. Балалар қыста не істейді? Дұрыс жауабы балалар қармен ойнайды, шаңғы, шана тебеді. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.